сперматозоидтардың белсенділігі, активтілігі төмендей бастайды. Вот ол солай әсер етеді. Аталық бездің кішіреюіне алып келуі мүмкін. Тамырды кесіп, қайтадан байлайды. Ол жерден дұрыс жүрмеуі мүмкін, сол кезде су жиналуы мүмкін. Денсаулығы. Бұл Ер денсаулығы подкасты. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы подкасты. Бұл подкаст аясында біз ерлерге қатысты сексология саласын, андрология, урология саласын, психология саласын талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта өте тәжірибелі, білікті маман Еркебұлан Ермағанбетов, уролог, андролог. Және бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз ол варикоцелия. Жалпы варикоцелия деген не, білмеген адамға бірінші рет естіп тұрған адам үшін? Варикоцелия деген жаңағы вена дейді ғой, тамыр, жаңағы аталық безден тамыр шығады, сол тамырдың жаңағы кеңеюі. Варикоз деп білеміз ғой барлығымыз. Негізгі аяқта болатын. Аяқта. Оның нақты толық атауы варикозное расширение вен мошонки деп. Оны қысқартып варикоцелия деп айтады. Арықтың сапасын бұзады, жаңағы белсенділігін түсіреді. Екіншісі жаңағы аталық бездің кішіреюіне алып келуі мүмкін. Аталық безінің кішіреюіне өйткені жаңағы 3-ші дәреже болып жатса, ол көлемі азаяды, өйткені жаңағы температураның көтеріліп тұрған кезде, қан айналысының дұрыс болмаған кезде, мысалы артерия деген бар, вена деген бар. Варикоцелия деген жаңағы венаның расширениясы. Артерия қанды алып келетін болса, вена оны алып кету керек. Ол бұндай болмай жатыр. Сол кезде қан тұрады, дұрыс трофика болмайды, одан да кішіреюі мүмкін. Ол жиі сол жақта болады. Он жақта да болады, ол жиі кездеспейтін нәрсе. Основной жаңағы сол жақта болады. Себебі ол жаңағы қан айналысының ерекшелігі. Егер де бізде он жақта былай схематично алатын болсақ, он жақтан шығатын тамыр, ол шамамен 70-65 градуспен көтеріледі. Ал сол жақтан шығатын тамыр ол 90 градуспен көтеріледі. Сол кезде жаңа клапанный аппарат деген болады, тамырдың жаңа қанды көтеретін. Сол дұрыс демесе, не болмаса, жаңағы генетический предрасположенностьтер болса, онда жаңағы қан дұрыс бармай, жиналып, жаңағы тамырдың кеңеюіне алып келеді. Оны қалай біле аламыз? Жаңағы көбінесе жаңағы оны жасөспірімдер военкомат өткенде, медосмотр өткен кезде, сол кезде байқалады. Кейбіреулерді мазалайды, ауыртады мысалға. Кешке қарай жұмыс істегенде жаңағы сол жақ бөлігі, сол жақ аталық безді тартып, ауыртып, сондай дискомфорттық сезімдермен бізге шағымданады. Кей адамдарды өмір бойы мазаламауы мүмкін. Кейбіреулер даже білмейді, осындай варикоцелиямен жүргенін, оның баласы да бола береді мысалға. Әркімге әртүрлі. Бұнда нақты былай қарайтын болсақ, медосмотрдан кейін варикоцелия деген диагнозды қойса, ең бірінші визуально байқайды, сосын ұстау арқылы байқайды. Содан кейін жаңағы нақты бар ма, жоқ па, мүмкін жаңағы анатомиялық ерекшеліктері бар шығар, жаңағы сперматозоидтың өтеретін жолдардың кеңейіп тұрғанды кейде қолмен ұстаған кезде байқалуы мүмкін. Оған жаңа УЗИ жасалады. УЗИден кейін науқас дәрігерге келеді. Содан кейін егерде берекесі етіп тұрса, ауыртып тұрса, онда операция жағын ойластырады. Біздің рекомендациямыз жаңағы сперматозоидтардың активтілігін тексеру. Біріншіден ауырмайды, екіншіден спермограмма тапсырады. Қалай әсер етеді жаңағы ер адамның репродукциясына дейді ғой. Ол мысалға қан тұрған кезде ұзақ уақыт жаңағы аталық бездің температурасы көтеріле бастайды. Қатты көтерілмейді, бірақ оған дене қызуы? Иә, дене қызуы емес, жаңағы жұмыртқадағы температура, жаңағы аталық бездегі. Негізі органы мошонки дейді ғой, аталық мүшеде температура 2 градус төмен болады дененікі. Дененікі 36 болса, оныкі 34,6, 34,4 солай болады. Себебі сол керекті температура жаңағы сперматозоидтардың жетілуіне. Егерде температура көтерілсе,
жаңағы сперматозоидтардың белсенділігі, активтілігі төмендей бастайды. Вот ол солай әсер етеді. Егер де спермограммада ода ешқандай өзгерістер болмаса, онда ешқандай операция ештеңе жасап керек емес. Егер де спермограммада өзгерістер болып, спермограмма өзі 2 рет тапсырылады. 1 рет тапсырылады, сосын 14 күннен кейін тағы да тапсырылады. Екі показатель бойынша өзгерістер болып тұрса, активтілігі төмендеп, сол кезде жаңағы біз операция жасауды рекомендовать етеміз. Ары қарай уже қандай операция керек, өзіміз қарап айтамыз. Операцияның түрлері бар. Ашық операция бар. Иванисевича деп автор бойынша. Ол жаңағы түсінікті болу үшін аппендицит сияқты, бірақ сол жағында разрез жасалынады, кесіп, сөйтіп жаңағы айттым ғой бас кезінде. Аталық безден тамыр тіке бүйректің тамырына дейін барады. Сол баратын жолда тамырды кесіп қайтадан байлайды. Бірақ әр операцияның мүмкін болатын осложнениялары бар. Онда соны қазір айтып отырмын. Екінші операция, ол операция Мармара деп аталады. Мен жиі кездесетіндер айтып отырмын. Шетелдік авторларда басқа да методикалар бар. Мармара деген ол жаңағы кішкентай разрез жасалынады. Жаңағы микрохирургический очки дейді, көретін шығарсыз бай. Операция жасап отырады. Сондай очкимен жаңағы кішкентай тамырларды тауып, оларды байлап, кесіп істейді. Ол операция жаңағы мен салыстырған кезде, егер де бірінші Иванисевича денедегі разрез кескен жер аппендицит сияқты, бірақ сол жақта болатын болса, бұл төменірек жаңағы паховый канал деген болады, соған жақын жерге жасалынады. Тоже жақсы операциялар. Тағы да қазір жиі қолданатын эмболизация тестикулярной вены деп аталады. Жаңағы тамырға эмболизация жасайды. Ол қалай эмболизация? Ол жаңағы ангиохирургтар жасайды көбінесе. Ол жамбас арқылы кіреді. Контрастное вещество сияқты. Егер де көріп атасыздар ғой, бір окрашивание жасап, тамырлармен снимоктар жасап атады. Рентген астында жасалынатын операция ол. Солмен барған кезде ол жаңағы нақты сол тестикулярный венаға, жаңағы аталық бездің венасына барады, эмболизация жасап, жаңағы жолын бекітіп тастайды. Содан кейін көбісі ойлайды, егер де ол бекітіп тастағаннан кейін қан дұрыс жүрмейді ғой деген сияқты. Одан қорқып керек емес. Адам ағзасы солай, венозный система деген ол басқа да жолдарын табады. Олдан қорқып керек емес. Ең бастысы жаңағы үлкен тамырларды уже эмболизация жасау керек болады. Осложненияларға келетін болсақ, Иванисевичтің осложнениясы жиі кездесетін жаңағы гидроцелия деген болады. Су жиналуы мүмкін. Тырнақты алған кезде де өзінде де хирургқа барып, ожидаемое осложнение деген болады. Ол болатын нәрсе. Демек, әр операцияның өзінің қаупі бар. Себебі әр организм әртүрлі реакция береді. Әртүрлі реакция береді, жаңағы ожидаемое деген болатындардың бірі. Мысалға болады ғой, ятрогения деген болады, жаңағы ятрогения. Ол жаңағы дәрігер дұрыс ота жасамағаннан болатын асқыну. Ол ятрогения, ол жаңағы дәрігердікі да. Болды ожидаемое деген болады, операцияны кез келген операция жасайды, болу мүмкін дегеннің. Сол. Науқастар болады, келеді, мен ана жерде операция жасадым, менде гидроцелия болып кетті, мен о жерге бармайым деп, мысалға ренжіп келетін кісілер болады. Олар айтса, бұл болады. Ондай ол мысалға ол маманың нашарлығы не дұрыс жасалынған. Оған байланысты емес. Мысалға Иванисевич өйткені жаңағы лимфа жүйесі дейді ғой, ол көрінбейді, өте жіңішке. Лимфа ақ қой. Сол себепті кейде үлкен тамырды байлап атқан кезде лимфа түйіндерді кіріп кететін кездері болады. Жиі кездеспейді, бірақ болады ондайлар. Бұл операциялардың барлығы жаңа ОСМС дейді, қазіргі айтқан страховка бойынша жасалынады. Не болмаса әлеуметтік төлеу портал арқылы, квота арқылы жасалынатын нәрселер бұл. Бірақ кей организацияларда ол уже жасалынбайды порталмен. Неге? Өйткені қазіргі поликлиникаларда дневной стационар деген болады, или ЦАХ, центр амбулаторной хирургии деген. Вот сол жерлерде жасалынады қазір бұл операциялар. Оларға берген, мысалы, олар тұрғылықты жаңа поликлиникада жасай береді.
мысалға суперселективный дедім ғой, эмболизация тестикулярной вены, да, эмболизация жасау арқылы. Ол енді ол үлкен стационарлыда жасайды. Өйткені бұл операцияның түрі ВТМУ дейді, высокоспециализированный деген көмек деген болады. Технологиялар пайдаланады ғой. Және де сол оны жаңағы егерде ақылы жасаймын десе, ол науқасқа өте қымбат болады. Ол жаңағы қолданылатын инструментарий дейді ғой. Біреуінің өзі бір может жарты миллион не болмаса 800 мыңға дейін кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті оны квота арқылы жасаған болады. Екінші бөлімде варикоцелия мен қатерлі ісіктің қандай байланысы бар екенін көріңіздер. Егер де денсаулығыңызға қатысты мазалаған қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазып кетіңіздер. Келесі бөлімдерде міндетті түрде маманнан тиісті жауап аласыздар. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылыңыздар. Бұл Ер денсаулығы подкасты.